Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін біз сіздермен кеседе кекс пісіретін боламыз. Әсіресе кекс пісірейін десем қалбым жоқ деп жүрген қыздарға осылай пісіріп көруге кеңес беремін. Кеселеріңіз сынбайды, асты жабыспайды, әрі өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Ең басты құпия, пешті қыздырмай саламыз. Бізге қажетті заттар: айран, қант, ұн, 3 жұмыртқа, күнбағыс майы және қопсытқыш. Ең алдымен айранға 1,5 шай қасық қопсытқышты салып араластырамыз. Айранымыз осылай көпіреді. Екінші таза ыдысқа 3 жұмыртқаны жарып саламыз. Үстіне қантты салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Мінеки дайын, массамыз көпірді. Енді осының үстіне айранды құямыз. Екеуін бір араластырып, үстіне ұнды саламыз. Барлығын салып жіберсеңіздер де болады, немесе біртіндеп қосып отырып араластырсаңыздар да болады. Ұнның түйіршіктері қалып қалмауы тиіс, сондықтан массамыз біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Мінеки дайын. Енді ең артынан үстіне күнбағыс майын құямыз. Тағы да жақсылап араластырып жібереміз. Мінеки массамыз дайын, біркелкі араласты. Осындай қоюлау қамыр шығуы қажет. Енді пештің табағына сыйғанша кеселерді салып, ішін майлаймыз. Қамырларды құйып шығамыз. Мінеки дайын. Бұл қазір көтеріледі, сондықтан толтырып салып қажет емес. Бетіне варенье немесе кишмиш салсаңыздар болады. Енді бұл жердегі басты құпия: пешті қыздырмайсыздар. Бірінші кексті салып барып, пешті қосамыз. 180 градуста 40-45 минут пісіреміз. Мінеки кекстеріміз пісті. 15-20 минут суытып барып, кеседен шығарамыз. Осындай силиконды күрекшемен немесе пышақпен кеседен шет-шетін ажыратамыз. Астына жабыспайды, әрі оңай алынады. Кесеміз де бүтіндей болып шығады, сынбайды. Еш қорықпаңыздар. Ең бастысы, пешті қыздырмай салыңыздар. Рецептім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Осылай бетіне қалауларыңыз бойынша сахарная пудра сепсеңіздер де болады. Мінеки, менде 15 дана кекс шықты. Ас болсын.